Сәлем достар, бүгін сіздерге Pinduoduo сайтындағы бағаның өзгеріп кетуі жайлы айтамын. Ең алдымен Pinduoduo сайтына кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін кез келген товарды таңдап көрейік. Мысалы, осы тапочканы таңдап көрейік. Тапочканың ішіне кіріп көреміз. Ол 2,99 юань болып тұр. Оның размеріне қарап өзгереді ме, жоқ па, соны көрейік. Осы жерде осы тапочканың кез келген размерін және кез келген түсін таңдап көрдім. Ол жерде баға өзгерген жоқ. Келесі екінші товарды көреміз. Осы двойка 13,4 юань болып тұр. Енді сатып алу батырмасын басқан кезде ол 26,8 юань болып көрсетіліп тұр. Енді оларды жеке-жеке көрейік. Мысалы, осы стрелканы басып көреміз. Сонда бізге жоғарғы жағының өзі 13,4 юаньмен беріліп тұр. Ал төменгі жағы шалбары бөлек есептелініп тұр. Толық двойканы 26,4 юаньмен беріп тұр. Бірақ магазин бізге ең бастапқы бетінде басқа бағамен шақырып алған болатын. Оның негізгі бағасын осы сатып алу батырмасын басу арқылы көре аламыз. Жеке-жеке ма, әлде екі двойканың толық бағасын айтып тұрма, соны біле аламыз. Келесі тағы бір товарды таңдап көреміз. Мысалы, осы қыздарға арналған двойка 19,37 юаньді көрсетіп тұр. Сатып алу қызыл батырманы басамыз. Енді осы товарларды бөлек-бөлек қарап ашып көреміз. Осы товарды аштық, бізге двойканы 40,02 юаньмен беріп тұр. Демек, бізге астын немесе үстін ғана предлагать етіп шақырып алған басында. Негізгі двойканың бағасы 40 юань болып тұр. Кофтасының өзі 23,5 юань. Размеріне қарап баға өзгеріп тұр. Сіздер оның негізгі бағасын осылай бөлек-бөлек кіріп көріп, осылай кез келген товарды таңдап, негізгі бағасын біліп, сатып ала берсеңіздер болады. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, пайдалы ақпараттармен тағы да бөлісіп отырамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.